Баршаңызға сәлем. Бүгін 157-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы бұрыштарды өлшеу және салу. Бұл сабақта берілген градустық өлшем бойынша бұрыш, тік бұрышты үшбұрыш, перпендикуляр түзулер саламыз. Бірінші есеп, өрнектің мәнін есепте. Кир Булычев алдағы 100 жыл деген кітабында болашақты бағдарлай алған. Барлық өрнектердің мәндерінің қосындысын тап. Сонда кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың қай жылына тап болғанын білетін боласың. Бірінші, болашақтың тұрғындары қағаз кітаптарды оқымайды, мәтіндерді шағын құрылғыларға жүктеп алады. Демек, бұлар электрондық кітаптар, планшеттер қазір бар. Болашақтың тұрғындары бір батырманы басу арқылы аялдамаларда балмұздақ сатып алады. Сусындар мен балмұздақ сататын автоматтар. Болашаққа тап болған Коля Наумов аяқтарында серіппелері бар жеткіншектерді көрді. Қазіргі кезде жампермен қалаған адам секіре алады. Демек, біз осы сол жақта берілген өрнектерді орындап, олардың мәндерінің қосындысын табамыз. Нәтижеде Коля Наумовтың болашақтың қай жылына тап болғанын таба аламыз. Өрнектерді орындаймыз. 34 пен 12-нің көбейтіндісі 408 болады. Яғни көбейтіндінің мәні 408-ге тең. 1568 пен 16-ның бөліндісі 98. 788-ның 2-ге көбейтіндісі 1576 болады. Енді осы үшеуінің мәндерін қосамыз. 408-ге 98 және 1576-ны қоссақ 2082 шығады. Демек, жауабы Коля Наумов болашақтың 2082 жылына тап болған. Екінші есеп, бұрыштарды өлше. Бұрыш түрлерін ата. Бұрыштарды транспортермен өлшеп анықтаймыз неше градус екен, бірақ мынаның көрінісінің өзінен көрініп тұр. Бұл доғал бұрыш. Одан кейінгісі сүйір бұрыш, яғни тік бұрыштан кіші болып тұр. Үшіншісі тік бұрыш. АБС бұрышын өлшедік. Бұл 140 градус болды, доғал бұрыш болады. Екіншісі HGI 20 градус, бұл сүйір бұрыш болды. Үшіншісі MON, бұл 90 градус, яғни тік бұрыш болды. Үшінші есеп, бұрыштардың өлшемін жаз. Берілген бұрыштардан 25 градусқа үлкен бұрыштар сыз. Бірінші, біз АСБ бұрышын өлшеп аламыз транспортермен, сосын сол өлшемнен 25 градусқа үлкен бұрышты табу үшін шыққан бұрышқа, яғни өлшенген бұрышқа 25 градусты қосамыз. Біріншісі сүйір бұрыш екен, 90 градустан кіші болады. Екіншісі доғал бұрыш екен, бұл 90 градустан үлкен болады. Яғни DEF бұрышы. Демек, АСБ бұрышын өлшедік, ол 40 градус болды. Енді бұдан 25 градусқа артық болған бұрышты табу үшін 40-қа 25 қосамыз. Бұл 65 градус болады. Және 65 градусқа тең болған бұрышын сап қойдық, мына АСБ бұрышын. Кейінгі DEF бұрышы 115 градус транспортермен өлшедік. Енді одан 25 градусқа артық болған бұрышымыз, яғни 115-ке 25 қосып табамыз. Бұл 140 градусты бұрыш болады. Мұны 140 градусқа тең болған бұрыш салып қойдық. Төртінші есеп, тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындықтары 4 см және 8 см болатын тік бұрышты үшбұрыш сыз. Демек, қабырғаларының ұзындығы 4 см-ге және 8 см-ге тең болған тік бұрыш сызып, үшбұрыш салып қойдық. Бірінші, 4 см-ге тең болған кесінді сабаламыз, және оның екінші төбесінен 8 см-ге тең болған кесінді салып, сызып, кейін осы кесінділердің екінші ұшыны бір-біріне қосамыз. Нәтижеде АБС тік бұрышты үшбұрышы пайда болды. Яғни мына бұрышымыз тік бұрыш 90 градусқа тең. Бесінші есеп, әр үшбұрыштың бұрыштарын өлше. Әр үшбұрыштың бұрыштарының қосындысын тап. Қорытынды жаса. Бірінші үшбұрышты салып, олардың бұрыштарын өлшеп шықтық. Әрқайсысы 60 градусқа тең екен. Енді осы үш бұрыштың градустарын өлшемдерін қосатын болсақ, 60-қа 60-ты қосып, және оған 60-ты қосатын болсақ, 180 градус болады. Яғни АБС үшбұрышының. Одан кейінгі үшбұрышымыз, демек бұлардың барлық бұрыштары тең болса, бірінші үшбұрышымыз бұл тең қабырғалы үшбұрыш болды. Ендігі үшбұрышымыз тік бұрышты үшбұрыш екен. Бұның бір бұрышы 90 градусқа тең. Қалған сүйір бұрыштары біреуі 65 градусқа, біреуі 25 градусқа тең.
Демек, жазып қоямыз 65 градус, 90 градус және 25 градусты қоссақ 180 градус болады. Одан кейінгісі сүйір бұрышты, екі бұрышы сүйір бұрыш, бір бұрышы доғал болған үш бұрыш екен. Яғни әртүрлі қабырғалы үш бұрыш болып табылады бұл. Доғал бұрышын өлшедік 125 градусқа тең, қалғаны сүйір бұрыштар біреуі 35 градус, біреуі 20 градусқа тең. Үшеуін қоссақ 180 градусқа тең болды. Демек, қандай үш бұрыш болса да оның ішкі бұрыштарының өлшемдерін тауып қосатын болсақ, қосындысы 180 градусқа тең болады екен. Демек, қорытынды кез келген үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады екен. Бұны біз есте сақтауымыз керек. Енді сен кез келген үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болатынын білесің. Алтыншы есеп: транспортердің көмегінсіз бұрыштардың өлшемін анықта. Демек, бірінші үш бұрышты қарайық. ABC үш бұрышы берілген, оның D бұрышы белгісіз екен. Қалған екі бұрышы біреуі 50 градус, біреуі 70 градус екен. Ендеше үшінші бұрышын табу үшін, яғни біз жаңа қазір ғана өттік, бесінші есепте көрдік. Үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады екен. Енді үшінші бұрышты табу үшін, белгісіз бұрыш табу үшін, ана екі бұрышты қосып, 50-ге 70-ті қосып, 180 градустан азайтамыз. Сонда D бұрышы белгілі болады. Қалғандарында дәл осы тәсілмен орындаймыз. Демек, біріншісін орындаймыз. 50-ге 70-ті қоссақ 120 болады. 180 градустан 120 градусты азайтсақ 60 градус. Демек, D бұрышы 60 градус екен. Кейінгісі B бұрышын табуымыз керек. Ол үшін де 55 градусқа 50 градусты қосып 180 градустан азайтамыз. 180 градустан 105 градусты азайтсақ 75 градус болады. Одан кейінгі A бұрышын анықтау үшін 80 градусқа 40 градус қосамыз, 120 градус болады. Оны 180 градустан азайтатын болсақ 60 градус. Демек, A бұрышы 60 градусқа тең. Жетінші есеп: тапсырманы орында. Көлік дөңгелектерінің бұрылу бұрыштарын өлше. Суреттен тағы қандай бұрыштарды өлшеуге болады? Бұл жерде мына A және B бұрыштарын анықтау керек екен. Бұны біз транспортер арқылы өлшейміз. Енді суреттен тағы қандай бұрыштарды өлшеуге болады дейді. Мына бұрышты өлшесек, бұның доғал бұрыш. Бұл екеуі бір-біріне тең болады. Және мына бұрыштың тік бұрыш екені көзге көрініп тұр. Және мына жердегі бұрышты өлшеуімізге болады. Мына бұрышты және мына бұрышты өлшеуге болады. Одан кейін мына дөңгелек пен мына екеуінің арасын өлшеуге болады. Оны өз беттеріңізше өлшеп, орындап қоясыздар. Ал кітапта берілген дөңгелектердің бұрылу бұрышын өлшеп көрдік. A бұрышы 70 градусқа, B бұрышы 115 градусқа тең екен. Сегізінші есеп: есепте. Есептің берілген жазып алдық, және олардың орындалу тәртібін үстіне жазып қойдым. Бірінші жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз, яғни азайтуды баған түрінде азайттық. Бұл айырманың мәні 214-ке тең болды. Екінші, мына 7007 мен 428-ді көбейтеміз. Бұл жерде де баған түрінде көбейтіп жазып қойдық. Жазбаша түрде көбейтіндінің мәні 2.998.996-ға тең. Енді осыны айырманың мәніне, яғни 214-ке бөлеміз. Бұл жерде бөліндінің мәні 14.014-ке тең болды. Жазбаша бөлу жолын толық көрсетіп қойдым. Демек, бірінші өрнектің мәні 14.014-ке тең. Қалғандарында дәл осылай жалғастырамыз. Орындалу тәртібін үстіне жаздым. Амалдардың орындалу жазбаша жолы да толық көрсетілген. Бұл өрнектің мәні 627-ге тең. 344 пен 627-нің көбейтіндісін 9107 мен 8978-ның айырмасына бөлуіміз керек екен. Бұл өрнектің мәні 1672-ге тең болады. Кейінгі өрнегіміз 276 мен 775-ның көбейтіндісін 30026 мен 29796-ның айырмасына бөлуіміз керек. Бұл өрнектің мәні 930-ға тең болады. 7294 пен 14-дің бөліндісіне 12960 пен 27-ның бөліндісін қосып, шыққан қосындыны 91-ге бөлеміз. Орындалу тәртібін үстіне жаздым. Бұл өрнектің мәні 11-ге тең болады. Кейінгі өрнегімізде жақшаның ішіндегі амалдар орындалады. Бірінші, 131364 пен 64-дің 41-ге бөліндісінен 19-ның 25-ге бөліндісін азайтып 52-ге бөлеміз. Бұл өрнектің мәні 47-ге тең.
Орындалуу жолу толук көрсөтүлген, өз беттериңизче орундап текшерип көрсөңүздөр болот. 9 есеп есептерди чыгар. А. 2 жумушчу бирге 90 000 теңге еңбек акы алды. Биринчи жумушчу 2 апта, ал экинчиси 4 апта жумуш иштеди. Эгер күндөлүктүү бирдей еңбек акы алатын болсо, онда алардын ар кайсынын еңбек акысы канча? Есептин берилгенин жазып алабыз. Биринчи жумушчу 2 апта иштеген, экинчи жумушчу 4 апта иштеген. Экөө бирге 90 000 теңге алыпты. Бирок олардын күндөлүктүү еңбек акысы бирдей экен. Енді экөө бирдей еңбек акы алатын болса дейт, олардын ар кайсысы еңбек акысы канча экенин табуу үчүн биз олардын экөө кошулуп нече апта истегенин табуумуз керек. Сонда 2-ге 4 коссак 6 апта болот. Енді 90 000 теңгени 6 аптага бөлсек 15 000 теңге болот бир аптага. Енді биринчи жумушчу канча тапканын алуу үчүн бир аптада 15 000 болсо, ол 2 апта жумуш истеген го, сондуктан 2-ге көбөйтөбүз. Бул 30 000 теңге болот. Ал экинчи жумушчу 4 апта истеген, 15 000 4-кө көбөйтүп, анын канча еңбек акы алганын табамыз, яғни 60 000 теңге тапкан. Демек, жообу биринчи жумушчу 30 000 теңге, экинчи жумушчу 60 000 теңге еңбек акы алды. 9 есеп есептерди чыгар. А. 25 метр сымдын массасы 700 грамм. 2 орам сым алынды. Bir oramda 30 metr сым, екіншісінде одан 15 метр артық. Әр орамның массасы қандай? Берілген жазып аламыз. 25 метріміз 700 грамм шықса, 2 орам сым алыныпты. Біріншісінде 30 метр сым екен, одан екіншісінде 15 метр артық болса, берілген қысқаша жазып алдық. Екінші орамда одан 15 метр артық. Енді 1 метр сымның неше грамм болатынын табуу үчүн 725-ке бөлүп шешүүнү орундаймыз. Бул 28 грамм болот. 1 метр 28 грамм экен. Енді 30 метр сым неше грамм болатынын табуу үчүн 30-га 28 көбөйтөбүз. 840 орам болот. 40 грамм болот. Бул биринчи орамдагы сымдын массасы. Енді екіншісінде қанша бар екенін табу үшін ол 15 метр артық еді, 30-ға 15-ті қосып 25-ке көбейтеміз. Бұл 1260 грамм болады. Демек, жауабы бірінші орам 840 грамм, екінші орам 1260 грамм. 10 есеп сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектің мәнін тап. Демек, бірінші 128 көбейту 12 деп жазып, азайту 1200 деп жазып аламыз. Оны жазып, қосу амалын қоямыз да, одан кейін мынаны жазамыз. Бұны жазып, мыналарды жазып, одан кейін азайту амалын қойып, мына үшінші көктен бастап жазамыз дәптерге. Дәптерге өрнекті жазып алдық, және олардың орындалу ретін үстіне жаздым. Бірінші мына жақшаның ішіндегі амалдағы көбейтуді орындап, одан кейін азайтуды орындаймыз. 128-ді 12-ге көбейтсек 1536 болады, одан 1200 азайтсақ 536. Енді мына бөлуді орындаймыз. 3225-ті 15-ге бөлсек 215, енді ол шыққан санды 62-ге көбейтеміз, бұл 13330 болады. 5-ші жол мына 328-ді 25-ге көбейтеміз, бұл 8200 болады, енді осыны 5-ге бөлеміз 1640. Енді 13330-ды 336-ға қосамыз. Сонда 13666 болады. Төртінші амалдан кейінгі бұл. Енді бұдан біз мына жердегі шыққан санды азайтамыз. 6-шы амалдан кейінгі 1640 еді, міне соны азайттық, 12026 шықты. Демек, бұл өрнектің мәні 12026-ға тең. Қосу, азайту, бөлу, көбейтудің жазбаша жолдары баған түріндегі жолын толық жазып қойдым. Өз беттеріңізше орындап, тексеріп көрсеңіздер болады. 11-ші есеп есепті шығар. Өлшемдері бірдей 3 қораптың массасы әртүрлі. Гіртасы жоқ табақшалы таразының көмегімен оларды массасының өсу ретіне қарай орналастыр. 3 рет өлшеуді қолдануға болады. 2 қорапты бірінші екеуін таразыға қойып өлшейміз. Қайсысы ауыр болса, үшінші қораппен салыстырамыз. Егер үшінші қорабымыз бірінші өлшегендегі ауыр қораптан ауыр болатын болса, онда бірінші қорап
бірінші рет өлшегендегі жеңілді бірінші қоямыз, оның ең жеңілі болады. Одан оның ауырыны екіншіге қоямыз, ал үшінші қорапты үшінші орынға қоямыз. Егер екінші рет өлшегенде үшінші қорабымыз жеңіл болып қалатын болса, онда бірінші өлшегендегі жеңіл қорапты үшінші қораппен салыстырып көреміз. Осылайша оларды массаларының өсу ретіне қарай орналастыра аламыз. 12-ші есеп бұрыштарды сыз. Бірінші асында АБС бұрышын саламыз, ол 130 градусқа тең екен. Екіншісі ОМ 76 градус, МАК 100 градус, ЛОР 145 градус екен. Осы бұрыштар транспортердің көмегімен салып аламыз, сызып аламыз бірінші. Ал әсінде берілген бұрыштардан 10 градус кіші бұрыштар сыз дейді. 10 градус кіші бұрышты салу үшін әрқайсының, мысалы 130 градустан 10-ды азайтып, кейінгі бұрышты сыз аламыз. Мыналардан да дәл солай орындаймыз. Демек, бірінші АБС бұрышын салып алдық, ол 130 градусқа. Екіншісі СОМ 76 градусқа, үшіншісі МАК 100 градус, төртіншісі ЛОР бұл 145 градусқа тең еді. Енді осылардан 10 градусқа кіші болған бұрышты салу үшін біз біріншісін орындау үшін 130 градустан 10 градус азайтамыз, бұл 120 градус болады. Демек, 120 градусқа тең болған А1, Б1, С1 бұрышын салдық. Одан кейінгісі 76 градус еді, одан 10 градусқа кем болған бұрыш 66 градус болады. Демек, ол С1, О1, М1 бұрышы. Кейінгісі М1, А1, К1 бұрышы, бұл 100 градустан 10 градус азайсақ 90 градус болады. 90 градусымыз бұл тік бұрыш. Демек, осылай сызып қойдық. Одан кейінгісі Л1, О1, Р1 бұрышы, бұл 135 градусқа тең болды. Осылайша салып қойдық. Осымен бүгінгі 157-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.